енді 33 жыл сізге еңбек еткен жылқышыға разы емессіз ба? Разы емеспін. Мен Қай жылдан бастап разы емессіз? мен где-то сол 2000-ның басынан, сол 2000-ның не шығар да, разы емеспін. Себебі көп өтірік айтады, арақ ішеді, қаңғып кетеді, жоқ болып кетеді. Жақсы, түсіндім. Енді қараңыз. Көп өтірік айтса, ішкіштігі бар болса, жаңағы өзіңіз айтпақшы, ұрласа, онда неге сіз оған жұмыс беріп асырап жүрдіңіз? Сұрақ осы. Сұрақ. Біріншіден, ана 60 бастан құтыламын деп уәде бер. 60 басыңыз ол 2019-да болған дүние. Сіз 2000-нан бері разы емессіз. 19 жыл болашақты банк емессіз ғой. 2000 жылдан бері 2019-ға дейін неге ұстадыңыз, соны айтыңызшы. Өзі кетпейді, жалынады, отырып, жалынады. Асеке, мен жұмыс жасайын, не етейін, қасымда болайын. Мысалы, өтірік айтып отырған жоқпын, Руслан, шын айтайын. Аға, енді қараңызшы, егер мысалы менің қол астымдағы жұмысшым менің командамды орындамаса, жұмысымды атқармаса, жұмысқа кешігіп келсе, тәртіпсіз болса, мен ондай жұмысшыдан құтыламын. Жоқ, ол қалай жалынса да. Құтылады. Енді біздер бірге ол маған жалынып отырады. Кетпеймін, мен жұмыс істеймін деп. Кетпеймін, жұмыс істеймін. Мен үйге барғым келмейді дейді. Үйіне барғым келмейді дейді. Үйіне. Міне, мысалы, өтірік ана малшы кеше ана не алған, есіріп алған нелерінен сұрашы. Жақсы, енді қараңыз, сұрақ. Дәл осылай сізге ұнамаған жылқышының 4 баласын өзіңіз үйлендіріп тойын жасап бересіз. Неге? Неге?